Туған жер, ата мекен, отан ана. Осы бір құдіретті де, қасиетті атауларды естігенде, тұла бойдағы қанның екпіні еселеніп, еріксіз елжіреген күй кешетініміз анық. Өйткені өмірге келіп, ес жиғанда, ең алғаш тайтайлап, қадам басып, қас тұрғанда, табанымды тіреген тұрағымда, ғажайып мекен жұмағымда, осы менің туған өлкем. Туып өскен өлкеге еңбегімен елеулі болған азаматтар да аз емес. Ал мен осы жолы Ойшеева Рая Бодауқызы жайлы айтқым келеді. Рая апамыз қазіргі Балуан Шолақ ауылында дүниеге келген. Әкесі Бодау, анасы Қияш қатардағы колхозшы болған. Кейін олар дәмтұз тартып, қазіргі Шу шаһарына қоныс тепкен. Рая апа 62-ші орта мектепті тәмамдаған. Өмір жолына түскен соң еңбекші ауылында тұратын нағашы ағасы ұстаз Қыдырбай Малшыбаевтың үйінде тұрып, ауылдағы мектепке тәлімгерлікке орналасады. Бұрынғыша айтқанда, пионер вожатый болып, жас бүлдіршіндерді тәрбиелеуге ат салыса бастайды. Осы сәттен бастап мектепке мұғалім болсам, ұстаздық жолды таңдасам деген асыл арманы жүрегіне ұялайды. Ауылдың тұрғыны Әуесхан атты жігітке тұрмысқа шықты. Рая Бодауқызы 6 баланың анасы, күміс алқаның егері. Бүгінде балалары әке жолын қуып, әр салада қызмет жасайды. Ғабиден инженер-механик, ғалым, ауыл шаруашылығының бас маманы. Әлім заң орындарында майы бастығы болған. Қазіргі таңда зейнеткер. Гүлмира облыстық наркологиялық бас дәрігердің орынбасары. Гүлсан кәсіпкер. Гүлбақыт әскери салада қызмет етеді. 1963 жылы Рая Бодауқызы Алматыдағы Қыздар педагогикалық институтының жаратылыстану факультетінің күндізгі бөлімге оқуға түседі. 1966 жылы ол КСРО делегациясымен бірге Грузиядағы ботаникалық саябаққа барып, тәжірибе алмасты. В 1966 году она посетила ботанический сад в Грузии с делегацией КСРО и обменялась опытом. She visited a botanical garden in Georgia with a delegation from the КСРО and exchanged experience. She spent most of her time in the library. The interesting and the long student years come to the end, and she graduated from the institute in 1967. Она использовала больше наглядных пособий, чтобы дать ученикам качественное образование. В частности, она неоднократно ездила в Алматы, чтобы делать модели ворон, воробьев и других птиц. Сондай-ақ гүлдердің 200 түрін өсіре білген. Мектепте биология мұтсабынан сабақ бердім. Биология кабинетім болды. Ол кабинетте әр қайсыны 4 шкаф қойып қойдым. Шкафтың әр қайсысы әр пәнме, анатомияға, ботаникаға, зоологияға, оныге жаңағы табиғаттану деген сабақ бар болатын ол кезде. After becoming a mother of 4 children, she started working as a science teacher at Шоқан Уәлиханов Secondary School. Мектеп қабырғасында 40 жылдай абыройлы қызмет атқарып, талай мақтауларға ие болған. Атап айтсақ, 1973 жылы ұзақ жылғы жемісті еңбегі үшін социалистік жарыстың жеңімпазы, 1977 жылы халық ағарту ісінің озық қызметкері, 1982 жылы әдіскер мұғалім, 1985 жылы еңбек ардагері медаліне ие болып, алғыс хатпен марапатталды.
аудан әкімдігі мен кәсіподақ ұйымы ауданның білім сапасына қосқан үлесі үшін ардагер ұстазды арнайы келіп құттықтады. Апамыздың 80 жас мерейтойына орай мектеп директоры өз құттықтауларын білдірді. Осыған орай аудандық Шу өңірі газетінде Рая апа туралы мақала шықты. Мен де Ойшиева Рая Бодауқызы секілді шәкірттерінің жүрегіне жол тапқан ұлағатты ұстаз болғым келеді. Бүгінде Ойшиева Рая Бодауқызы немерелерінің сүйікті ақ жаулықты әжесі.